Assalamualaikum қазақ елі. Assalamualaikum бауырлар, оқырмандар. Автопапа рыногында жүрміз. Бүгін күн тамаша екен, бір базарды аралайтын күн екен де. Дұрысынан. Жалпы көліктердің бағалар қандай болып жатыр, қандай көліктер бар, не алуға болады деген варианттар ғой. Осы бір эфирға кіріп түсіріп шығайын дегем. Әйтпесе көліктер азайып қалды негізінен. Талап жатыр қазір. Ресей мен Армения кәдімгідей. Мынаны түсірген болатынмын. Бұл есе комплектацияда 75, XS комплектацияда 21 жылғы дейді, 30 мың дейді доллар. Бағасы проекция жоқ, 360 градусы жоқ, қалғандары бар. Осындай 30 мың долларға көліктің өзі. Бүгін Алла нәсіп етсе кешкісін аукцион ойнайтын боламыз. Аукционнан 2-3 көлік ұту керек, иншалла. Біздер ойнайтын көліктердің бірі RAV4 немесе Tucson, сол сияқты асты биік көлік ойнаймыз, Алла нәсіп етсе кешкісін. Одан кейін Highlander 18-19 жылғы XL комплектация немесе limited комплектацияларын ойнауымыз керек. Андай 15 жылғы BMW тұр. Жалпы менен BMW алған адам болған емес. Пробегі 140 мың дейді, 13.900 сұрайды, 15 жылғы дейді, 535. 535 объемы 3-те қателеспесек. Не айтасыңдар жалпы? 535-тер әдемі сияқты. Іштері мош енді. Camry есе комплектация. Жылы жаңа көліктерді қарайық. Мынандай Forerunner тұр екен. Мұны қайсысы Tucson ба? Конама. Тойырды дейді. Он 19 жылғы екен, беркі ойынша. Негізінен мош машина. Төбесі сәл бақа болады. Бақалау. Бұлар дөңгеліктері қаншадан тұрады екен, шиналары. Іштері мош екен. Подушки он ни хера не менял. Не менял. Бір часовын салып тастаған. Объемы 4. Немене масляный да, бұларда да гур дегенде. Бірақ бұларда электрогур болу қиындау шығар да. Ұстануын өзі ойлап қойман. Қалай? Әдейі емес пе да? Так, Tucson бауырлар. Tucson автокөлігі. Маңдай не салған. Бірақ оны мұны жип тастаған қыстығы деген. Не рассчитаны ғой. Хотя межеге андай не салу керек те. Факел, не дейді андай. Фальга ма? Вот фальгадан бірдеме салу керек. Болмайды етпесе. Не рассчитаны. Әдемі үшін салған, бірақ жек қойған ыстық деген. Маңдай пленка жасады. Бұл алынатын пленка ғой, наклейка. Бір клиентім ойбай, мынандай болса алмайым деп алдына бір шыққан, менде сондай бір клиент болған. Мен айтам, ойбай, ол алынатын дүние ғой деп. 1.6 турбо 2018 жылғы 15.500 сұрап тұр. Біздер иншалла бұндай көлік 1.6 емес. Сол 2-2.4-терін ойнаймыз бұйырса бүгін 20-21-лерді аукционнан. Ремонтымен бәрімен сол 14 мың доллар айналасына шығатын болса әдемі болады. Мыналар түнде жанат, мынаусы. Светодиод. Өте әдемі болады. Camry 55 бар. Camry 55. Бағасын іштенсін жазбаған. Негізін 55-терге осы цвет өте әдемі, ашат жалпы. Пин-кодын қалдырып кетуі болады. Қарап тексереміз десендер.
Элантра ходовой. Екі объемда доныс двигательде. Оны Серега жақсы білет десін, да, Серега хорошо знает, что Элантра какой машина. Ему мы взяли 16 года. Да, Серега? Сатқан жоқсың ба машинаны, да? Айтып жүрші, Элантра как у тебя? Как чувствует, а, себя? 18 жылға екі Элантра тема дейді, көрдіңдер ме? 16 жылға осындай Элантраны алды Серега лимитед комплектацияда. Айта алмайды енді машинасын. Да, бауырлар, BMW өте керемет, түсі де бөлек, фарлардың дизайны да бөлек. Өте әдемі. Осындай жақсы машинаны алған жігіттер машинасын бергісі келмейді уже. 21 жылғы дейді, 29 000 миль дейді, 330 ай. Ал осындай BMW-ны алсаңыздар, бір-екі айдап көрейік. Типа бесключевый доступ, мынандай несі бар. Салонды бір көрсетіп жіберейін. Бөлек қой сенсорлары, цвет, бирюзовый цвет, қандай нұр. Мош енді базар жоқ та. Бауырлар, қазір тиімді варианттарды базарда жалпы жақсы көліктер қалмады, көбі іріктеліп қалған. Сондықтан мен жалпы обзор түсіріп жатырмын. Бұл жерден сіздерге бір мына машинаны алыңдар деп нете алмаймын. Бірақ мынау мощный шығар, енді базар жоқ мынау. Бірақ бағасы қымбаттау болуы мүмкін. Сондықтан көбіне аукционға қатысып жатырмыз. Бүгін Алла нәсіп етсе 2-3 көлік ойнаймыз. Вариант шығып ұтып алсақ, қатысқымыз келіп отыр жалпы. Lexus'тар бар мынандай гибрид вариантта. Қазір орыстарға санкция түскеннен кейін, орыстар қазір Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Арменияда машиналар талап жатыр. Қырғызстандағылар мен Армениядағы адамдар мын жаққа келіп машиналарды алып жатыр. Площадкалар босап қалып жатыр, кәдімгідей. Сондықтан аукционнан уже заказ беру керек болып жатыр. Так, Hyundai Tucson жылы жанасы. Білесіздер ғой мені. Олардың каждый жанат. Енді осындайғы жалпы көбірек шығарады ғой негізінше әдемілік үшін, бірақ мысалы ауыстыратын болсам мыналар каждый ақша ғой. Негізінен мына нелерде, Tucsonдарда как маркетинговый не ғой, мысалы мынаусы бөлек сынып қалса мынаусын бөлек аласың, мына жеріндегі сыртындағысын бөлек аласың, мынаусын бөлек аласың. Каждый ақша да, мынаусы бөлек, мынаусы бөлек, мысалы. Мыналар каждый бөлек-бөлек сатылады да, и каждый ақша ғой, мелочь ғой кәдімгідей. Мелочь болғанмен ақшасы нормально. Зат өзі мелочь болады да. Көп те детальдар андай пластмассовыйлар. Ол да маркетинговый система да қазір. Сынып қалса, бүлініп қалса сатып ала бересің. Кеше ана санатын жинаған кезде ой-бой, біраз ақша сұрады ғой. Каждый пластмассасын ауыстырумен. Өте әдемі. Так, 21 жылғы дейді. Бағасы $31 000 дейді. Не айтасыңдар ал? Осындай көлік $31 000 тұра ма? $31 000 мынандай Tucson алғаннан көрі мен білмеймін енді. Highlander алған дұрыс шығар. Не айтасыңдар ал? Highlander 3-5 дұрыс бола ма, деме? Tucson дұрыс бола ма? Бағасы 5. Базар жоқ. Жақсы. Так, ES. Lexus ES 250, 2.5 объем, 6 цилиндрлы болып келеді бұлар. Бұл ES-тарды білмеймін енді. Lexus болғанмен 14 жылғы. Не, жесткилау да бұл деген. Camry оның қасында әлде қайда жұмсақ жүреді ғой. Мына ES өзіме ұнамады жалпы. Так, Camry 75, қызыл салонда. Бірақ AC комплектация простой. 24 500 сұрап тұр екен. 24 500. Бағалар көтерілді қазір. Винкодын қалдырайын жалпы. Бірақ салон қызыл. Неге олай деп әлде қаптаған ба? Походу сондай сияқты. Салон өзінікіне ұқсамайды. Қызыл салонда жасаған ғой типа. Бірақ ол простой AC комплектация. Мені XS комплектация. Дәл сондай цветте. XS комплектациясы. XS. Ол бірақ қара салонда. Push start мен подогреві бар.
автоматический тарым деп ручный емес, андай автоматический тормоз ғой. Ручныйы сондай. JBL жоқ, бірақ проекциясы жоқ. 360 градус жоқ. Панорама жоқ. В общем, бедный вариантта. 25.500 сұрап тұр. Ну, фары жаңа линза несі светодиоды мынандай үшеу. Мынандай үш линиясы бар. Бағасы 25.500 дейді. Пин кодын қалдыруға болады. Тексеріп көрсеңіздер болады. Жақсы бір Lexus келіп қалған гибрид вариантта. Осындай гибридтарды Қырғызстанда растамашкасы арзандау болады. И жылы аймақтарға жақсы да. Өте керемет те. Фар деген енді бөлек базар жоқ. Бірақ жылы 12 екен, ескі екен. Бұл енді Қырғызстанға официально өтпейді. Салон бежевый. Lexus ES300H деген. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, иншалла. Бүгін ауа райы тамаша болғасын, бір кішкене рынокта түсіріп шығайын деп. Базарда тұрған көліктердің көбі іріктеліп қалған, көбі не қатты соққы қалғаннан кейін тұр, немесе бағасы тым қымбат болғаннан кейін тұр. Өтпей, мысалы 22.800 дейді. 75 винкодын қалдырып кетейін, иншалла. Ассаламалейкум, ва алейкум салам. Бағалар көтерілді. Бірақ енді мына состояниесі енді қатты соққы алған сияқты, меніңше әйтпесе 22.500-ге әдемі бағасы. Өйткені біздер незначительный крыладан соққы болғанды, подушка сатылмаған көлікті 23-ке алып кеткенбіз. Ол кезде доллар 430 ба, 36 ма болып тұрған. Ипсундарға, Ипсун жоқ мен жақта. Маған хабарласып жатыр екен, сөйлесіп жіберейін. Да құрдас. Так, үшінші секцияда жүрмін, үшінші секцияда. Эфирде отырмын, эфирге кіріп, машинаға түсіріп. $8.500 қойып тұр екен, элегомплектация екен. Не растаможный, 2.5. Бұларды көбін қазір алмай қойды. Көп адамдар сол елуліктер маған айтады, өткіспеш деп мен айтамын, мен қазір қойып жатырмын бұндайды. Бұрын жақсы алдық уақытында. Қазір оның уақыт өтіп кетті. Өте керемет көлік. Toyota CHR деген компактный ABD 4x4 жүреді, 2.0 бензин. Лошадиный силы аз, но бірақ ана білесіздер ме? Екі объемдағы RAV4-тер бар еді ғой, вот соның двигателінің кішкене несі сығылған түрі ғой. Өте әдемі, дизайны несі бәрі ұнайды өзіме. Жалпы қыз балаға, әйел адамдарға 21 жылға $26.500 сұрайды. Винкодын қалдыруға болады. Өте керемет. Оған қандай цвет қойсаңыздар да жарасады өзіне. Муктарға қарағанда Toyota ғой дейсің ғой, жалпы. Audi, бұл қасқа Audilар кезінде 98-2000 жылдарға Audi A6-тен кейін көбі бағаланбай қалды осы Audilар. 16 жылғын өзің $38 қойып тұр. Бұны кім алады жалпы? Ойлап көріңіз. Audi'ді қазір кім алады? Ешкім алмайды біздерден. Алған адам сатылмайды, Қазақстанда бар ғой. Білмеймін, енді Audi A8S бірдемелерді көріп. Сол A8 екен. Бірақ A8-ден что-то мынау кішкентай вариант сияқты ма бірдеме ғой мынау. Мен көрген A8-дер вообще корабль еді. $38.000 қымбат қойды. 16 жылға. Да, алло.
групп дейді. Білмеймін, маған квартира сатып алмайсыздар ма дейді. Ал машинаны қойып квартираға көшіп кетейін бе? Не айтасыздар? Квартира алмайсыздар ма? Қырсыт, счетқа ақша көп түседі ғой. Сондайлардың бәрін анализ жасайды. Не осыда ақша бар деп ойлайды деймін. Клиенттарға машина алып беріп отырып қой ол ақшаға. Land Cruiser 600 емес, не дейді мынаны? Land Cruiser 300 ма, сол ма? Дайындап, үйтіп жатыр. Грузин учетта. Мынандай бар екен дейсің. Бөлікті. Мынан материал бөлек екен, отыратын материалдар бар ғой. Қазір жоқ. Дым көрмеген адам құсап, қаттан қалмай қойын ба? Постоянно мініп жүрген, алып сатып жүрген адам құсап. Андай ма, мындай ма деп. Бірақ действительно нелер мынан материал бөлек екен. Жапонский сборка, Japan. Центрдан алынған ғой. Ценасын жазбаған. Мұның 695 километр ғана жүрген. 21 год чисто. Это цена окончательно сколько у него? Цена окончательно сколько? 130 тысяч доллар, да? Бір тиын да түспеймін дейді ал. 130 мың доллар қояды. Не айтасыңдар? Наличие керек десеңіздер осындай крузак алуға болады. Ондай клиенттер оқырмандарым жоқ қой менің. Квартирасын сатып жіберіп болсын деп айтады дейді. Ягуар. Не айтады Ягуар? Айтыр, аң құстардың бәрін машинаға жапсыра беретін болды ғой айтыр. Базар жоқ. Салон деген бөлек екен. 22 жылға. Ценасын сұрамай қойын. Телефон қалдырып кеттім. 4 миллионға білмеймін бауырым қандай машина алуға болатын. Грузин учеттағы жаңағы 11-ші жылғы, 12-ші жылғы Элантра сондайлар болмаса келсе. Оларды қымбаттап кетті ғой қазір. Так, Mitsubishi 20-ші жылғы 23 мил жүрген дейді. Mitsubishi Sport. Outlander Sport па? Бұлар да жақсы, негізінен ше. Арзан жүреді бір жақсы. Вариатор ғой, но бірақ қалан ішінде айдап жүрем деген адамға үйге бір машина керек дегенде қазақ учетпен осыларды әдемі шоколадный цвет. Көрдіңіздер? Outlander Sport. Объемы 2 болады. Расында мушкасы да шығады бұған. Осындай көліктерді қарасаңыздар болады жалпы. Ондай. Lexus Cabriolet. Грузия бізде жүргізбейді емес пе? Сол ғой, сол қысып жатыр ғой, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Алмады Cabriolet қарасаңыздар болады. Хабар жоқ. Хабар бар ма дейді, пока хабар болмай жатыр. Жазып жібердім менеджерларға, маған қалай ответ береді, солай ответ сіздерге жауап берем. Porsche. Мынандай Porsche-ны да көрсеңіздер болады. Не деген кнопка дейсіз мыналарды. Музыкальный аппараттар сияқты. Ананы басасың, мынаны басасың, шатсатын шығарсың, трассада кеткен кезде қайсысын басам деп. Базар. Мынандай жеріне сағат қойып қойған еш. Айнасы прикольный екен. Панорамный крышамен.
Біздер Грузиядан грузин ғой учетпен баратын көбіне. Грузиядан Армения учет деген нәрсе жоқ. Мәкан турбо дейді. Porsche Мәкан. Porsche Мәкан. Бұл жерлері жылан терісі сияқты екен. Машина базар жоқ. Да, құрдас. Со, 3 столбаның астында тұрым ғой. Қойш. Ровно 3-тің астында тұрым ғой. Столбаның. Екіншісіңіз 3-ге келіш. Давай, қай жердесің? Давай, тант, давай, құрдас. Бауырлар, осы базардың сыйқы деген. Мәшиналар азайды. Біраз мәшиналар өтіп кетті. Енді бәрі аукционға жабысып отқан шығар. Мәшиналарды сатқандары. Иншалла. Хабарда боламыз. Кешке аукцион ойнаймыз. 4 сағаттан кейін бұйырса.